Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Егеменді елдің елдігін ұлықтаған, қыранын биікке самғаған, білім беруден еш талмаған ұлағатты ұстаздар. Мен Қайынды Орта жалпы білім беретін мектебінің биология пәнінің мұғалімі, бірінші санатты педагог сарапшы Конгалиева Светлана Нугмановна. Бүгінгі педагогикалық идеялар фестиваліне ұсынылып отырған тақырыбым биология сабағындағы педагогикалық шеберхана. Менің мақсаттарым биология сабақтарында оқушылардың көшбасшылық қасиеттерін ашу, биология сабақтарында оқушылардың жан-жақты сыни тұрғысынан ойлау қабілеттерін арттыру және пән бойынша оқушылардың ғылыми сауаттылықтарын дамыту. Қазіргі білім беру стандартында жаңартылған білім беру бойынша оқушылардың жан-жақты білім алуымен қоса күнделікті өмірде функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру болып табылады. Функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыра отырып, оқушыларға біз негізгі проблеманы анықтауға, оны шешуге, күнделікті өмірде қалай қолдануға, оның негізгі проблемасын анықтап, ізденіске баулуымыз қажет. Осы бағытта біз жасырын түрде ізденіске баулайтын тапсырмаларды көптеп беруіміз қажет. Үнемі ізденіспен жүретін педагог жылдар бойы өзінің педагогикалық шеберханасын әртүрлі әдіс-тәсілдермен, жаңа технологиялармен толыстырып, қоржын жинақтап отырады. Осы қоржындар ішінде оқушыға ең тиімдісін өз пәнін игертудегі тиімді әдіс-тәсілдерін пайдаланады. Және осы пайдалану барысында өз пәнін терең игеріп, сонымен қоса күнделікті өмірде функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға оң нәтижесін беріп жатса, ол педагогикалық шеберхананың сәтті кілті болғаны болып есептелінеді. Қандай да бір жағдайда оқушыға ұшқын жағып, белгісіз бір нәрсені оң зерттеуге нәтижелі бағдар беріп сенсеңіз, онда сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз және сіз шебер ұстазға айналасыз. Мендель тұқым қуалаушылықтың заңдылықтарын алғаш ашқанмен, оның еңбектері 34 жыл бойы мойындалған жоқ. 1990 жылы 3 ғалым бір-бірінен тәуелсіз түрде бірнеше ай ішінде ғана тұқым қуалаушылық заңдылықтарын жаңадан ашты. Бұл жаңалықтар генетикалық ақпараттың берілуінің сырын білуге тырысып жүрген көптеген ғалымдардың зерттеулеріне бастама берді. Американдық Томас Морган гендердің хромосомада орналасатындығын дәлелдеді. Гендер хромосоманың белгілі бір орындарында сызықты түрде орналасады. Көп жағдайда ата-анасында көрінбейтін аллельдер жиынтығы ұрпақтарында көрініс береді. Көп жағдайда ата-анасында көрінбейтін аллельдер жиынтығы ұрпақтарында көрініс береді. Жаңа аллельдер жиынтығының пайда болуына келетін үрдіс рекомбинация деп аталады. Морган мейоз кезінде аллельдердің алмасуы нәтижесінде рекомбинантты жиынтықтың пайда болатынын тұжырымдады. Ол гомологты хромосомалар арасында болады. Морганның ашқан жаңалықтары хромосомадағы гендердің орналасу картасын жасауға мүмкіндік берді. Дегенмен, жауабы шешілмеген сұрақтар да болды.